Баршаңызға сәлем. Бүгін кешкі асқа голубцы сорпа жасадым. Тартылған етімізге пиязымызды, сарымсағымызды қосып жақсылап мыжып алдым. Дәміне қарай дәмдеуішімізді, бұрышымызды, тұзымызды қостым. Бір кесе күріш көп болады екен, жарты кесе көлемінде қостым. 2 қасық сұйық май, 2 қасық су қостым. Күрішіміздің пісуіне жақсы үлес қосады. Алдын ала тазартылған бұрыштарымызды, салмамызды нығыздамай саламыз. Сонда ішіндегі салмасы, күріші бәрі әдемі піседі. Қатты нығыздасаңыздар, күріштеріңіз піспей қалады. Салмасы артылып жатса, сорпасына қосып жіберсеңіздер, сорпаға күшті дәм береді. Осылай кішкене пышақпен тіліп шығасыздар, сонда күріштеріңіз жақсы піседі. Қазанымызға майымызды құйып, пиязымызды қуырып аламыз. Сәбізімізді, 1 қасық томатымызды қосып араластырамыз. Жарты қазан көлемінде су құйдым. Қайнағаннан кейін дәміне қарай бұрышымызды, тұзымызды, дәмдеуішімізді қостым. Араластырып, картошкамызды салып араластырамыз. Бұрыштарымызды, голубцыларымызды яғни салып шығамыз. 30-35 минут көлемінде пісірдім. Осымен тамағымыз дайын болды. Сорпасынан құямыз. Өте дәмді болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.